Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына. Құрметті Ақмарал Шәріпбайқызы, сөз мемлекет тарапынан қаржыландыратын тегін медициналық көмек және міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша азаматтарға көрсетілетін консультациялық диагностикалық қызметтерді жүйелі түрде қолдан шектеу туралы болып отыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шындығында да халыққа медициналық көмектің қолжетімділігі мен оның сапасын жақсарту мақсатында енгізілгені белгілі. Десе де денсаулық сақтау қызметінің құны соңғы 3 жылда 2,8 есеге өскен. Ал азаматтардың ай сайынғы тұрақты жарналарына қарамастан медициналық қызметтің сапасы мен оған қол жетімділігі 47%-ға дейін төмендеп кеткен. Қазақстандықтардың наразылығын тудыратын негізгі мәселелер мәміс пакетіне кіретін қызметтер, оның ішінде дәрігерлік кеңестер, консультациялық диагностикалық қызметтер қолдан жасанды жолмен қиындатылып, тіпті шектелуде. Бұған азаматтар мен медициналық қауымдастықтардан келіп түскен хабарламалар дәлел бола алады. Атап айтқанда, ПЦР, ИФА, КТ және МРТ сынды тексерулерді жасату үшін тұрғындар апталап бірнеше ай бойы кезек күтуге мәжбүр. Ал мұндай күрделі диагноздар нәтижесі 10 күннен артық жарамайтынды тағы белгілі. Нәтиже сол, 10 күннен асып кетсе, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қорытынды берген медициналық ұйымға айыппұл салуы да мүмкін. Бұл қаншалықты қисынды болмақ. Азаматтарымыздың денсаулығын оңалту кезінде тіпті заң бұзушылықтармен орын алып отыр десе де болады. Атап айтқанда, медициналық мекемелердің мүмкіндігі бола тұра, ұзақ уақыт күттіру, азаматтарды ақылы қызметтерге мәжбүрлі түрде жүгіндіру, қарапайым жолды алу үшін шамадан тыс бюрократиялық жағдай туғызу, кейде қажет емес мамандарға міндетті түрде жолдама беріп, пациентті таусылмайтын әуреге салу әдетке айналған. Бұл сырқат жанға ғана емес, дәрігерлерге қосымша ауыртпалық түсіреді және уақытылы көмек көрсетуге кедергі келтіреді анық. Мамандарға жазылу мүмкін емес, бірақ олардың жұмыс кестесінде бос уақыт көп дейді шағымданушылар. Бұл олқылық неге жүйеленбей келеді? Консультативтік диагностикалық қызметтерге қолжетімділік жүйелі шектеу медициналық қызметтердің сапасын төмендетуіне ықпал етері анық. Аса күрделі және жұқпалы аурулардың кеш диагностикалық анықталуы өмірге аса қауіпті екенін айтпаса да түсінікті. Бұл міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің беделін тіпті түсіру ғажап емес. Сондықтан жоғарыдағы айтылғандарға сүйене отырып, келесі ұсыныстарды қарастыруды сұраймын. Бірінші, бүгін және қазір қағидатына сай қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін көрсетілетін қызметтерге негізделген төлемге көшуді қамтамасыз ету. Екінші, медициналық ұйымдардың кредиторлық берешегін өтеуді толық және уақытылы қаржыландыруды қамтамасыз ету. Үшінші, саланы цифрландыру және барлық медициналық ақпараттық жүйелерді интеграцияландыру күшейту. Төртінші, егер тағайындалған клиника тиісті қызмет 10 күн тізбелік ішінде көрсетпесе, кешенді медициналық көмек көрсетуді басқа да медициналық ұйымға еш кедергісіз ауыстыру. Егер пациент мемлекеттік клиникада қызмет ала алмаған жағдайда, жеке клиникаға емделуге жіберу мүмкіндігін қарастыру және осы пациентке міндетті медициналық сақтандыру қорынан шығынын өтеу мүмкіндігін жүйелеуді қарастыру. Бұл қағидаттар қазақстандықтардың денсаулық сақтау жүйесіне деген селқос сенімін қалпына келтіруге ерекше ықпал етері сөзсіз. Құрметпен, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракция мүшелері Әуесбаев, Рахымжанов, Сағындықова, Сайлаубай. Рахмет.